Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі ақпараттық талдау орталығы. Бұл ақпараттық технологиялар талдау және менеджмент саласындағы үздік кәсіпқойлар командасы. Олар министрліктің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ведомствоның басым бағыттары бойынша ақпараттарды қадағалайды, талдайды және өңдейді. Ақпараттың ашықтығын қамтамасыз ету үшін, бақылау жүйесін қамтамасыз ету үшін және көптеген бұның бәрі бюджеттің қарап айтып отырсаң есептіктерді жасақтау үшін біздің министрлікте өте үлкен бір жақсы дамыған жоғарғы деңгейде ақпараттық жүйе қалыптастырылған. Оның ішінде біздің бүкіл зейнеткерлерімізде еңбек мәселесіне де қатысты, әлеуметтік көмектерге де қатысты, тіпті шетелдік жұмыс күштерін тарту жөніндегі мүгедектер қатысты бірнеше өзінің жүйелері бар. Соның ішіндегі осыны бір сүйемелдеп отыратын бір жұмыс орнының өзі сол талдау орталығы болып табылады. Орталық мамандары министрліктің интернет желілеріндегі ақпарат сапасын арттырып, оны қолжетімділігі мен мазмұны жағынан Қазнетті алдыңғы қатарға шығарды. Сондай-ақ мемлекеттік органдар мен әкімшіліктер арасында бірінші болып, көзі нашар көретіндерге және мобильді қолданушыларға арналған желіні іске қосты. Қазіргі таңда біздің орталық облыстардан, аймақтардан 30-дан аса есеп беру нысандарын қабылдайды. Бұлар мысалға алатын болсақ, мемлекеттік әлеуметтік атаулы көмек туралы, 18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақы туралы, шетелдік жұмыс күшінің келіп кетуі туралы, еңбек нарығы туралы және жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының іске асыру туралы осындай мәліметтерді қабылдаймыз. Осы мәліметтер арқылы біздің орталық әртүрлі буклет, ақпараттық кітапшаларды жасап шығарамыз. Қазір министрлік сайты түбегейлі жаңарған. Мұнда болашақ бағдарламасы түлектері жайлы ақпарат тіркелген жұмыс күшінің мониторингі, еңбек нарығы айдарының кеңейтілген нұсқасы, тіпті аумақтық департаменттердің бюджетті орындау мониторингі де бар. Здесь в режиме онлайн работодатели могут поместить информацию о своих свободных вакансиях. Мұнда онлайн желіде жұмыс берушілер өздеріндегі бос орындар туралы, ал жұмыс іздеушілер өздері жайлы ақпараттарды орналастыра алады. Бізге еліміздегі жоғарғы және орта арнаулы оқу орындарынан ақпараттар түсіп тұрады. Официально зарегистрированных безработных. Орталық мамандары әзірлеген жұмыспен қамту 2020 желісі Қазнеттегі халық жиі кіретін орынға айналды. Негізгі ақпараттан басқа мұнда стратегиялық бағдарламалық құжаттар, мемлекеттік бағдарламаның аймақтардағы орындалу барысы жайлы мәліметтер мен жаңалықтар бар. Қазіргі таңда еліміздің әрбір түкпірінен келіп түскен 40 мың сұрақтарға онлайн режимінде жауап берілген. Сонымен қатар министрліктің барлық облыстардағы Астана, Алматы қалаларындағы департаменттеріне арналып 16 веб өкілдігі ашылған. Халықты осы жұмыстармен бірге халықты жұмыспен қамту бағдарламасын асырылуы жөніндегі жүйелі ақпараттық мониторинг жасалуда. Әрбір аймақта қалай іске асырылып жатқан бағдарламаның іске асырылып жатқан туралы талдау материалдары үздіксіз министрлікке беріліп отырады уақытында. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі ақпараттық талдау орталығы әрдайым еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Заманауи тәсілдер, жаңа құралдар мен кәсіби кеңесшілер арқылы электрондық министрліктің жұмысы дамылсыз қадағаланады. Специалистами центра обеспечивается непрерывная работа. Орталық мамандары министрліктің барлық компьютерлік құралдары мен есептегі жүйелері техникалық кешенінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ министрліктің ақпараттық қауіпсіздік саясатын жүзеге асыру, компьютерлік желілерді қорғау жұмыстары жүргізіледі. Обеспечивается защита информационных систем министерства и конечных компьютерных станций пользователей. Орталық қызметкерлері әрдайым еңбек нарығын бақылап, көрсетілетін әлеуметтік көмектерге мониторинг жүргізеді. Ондағы мәліметтерді өңдеп отырады. Сондай-ақ коммуникациялық байланыспен, интернетпен қамтамасыз етуді қадағалайды. Ақпараттық жүйелерді құрумен, оларды жетілдірумен айналысады. Бізде талдау мәліметтері жыл сайын осыде. Қазіргі кезде мәліметтер саны былтырғы жылдан 140%-ға өскен. Немесе 2 жыл бұрынғы естелген есептен 2,5 есе көп.
2011 жылы халықты жұмыспен қамту және кедейлік мәселелері бойынша өңделетін ақпараттардың көлемі 10 мың данадан асты. Орталық қызметкерлері оны 140%-ға артығымен орындап, жоғары марапаттарға ие болды. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы, түсетін мәліметтер көлемінің артуы ұжымды одан сайын қанағаттандырып, кәсіби деңгейді көтеруге, тек алға жүріп, жеңіске жетуге жетелейді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі ақпараттық талдау орталығы. Біз сіздердің игіліктеріңіз үшін қызмет етеміз.